Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын. Бүгін сіздерге алаш аманаты деген күйді үйрететін болам. Бастапқы бөлімін. Міне. Міне, бүгін осы жерге дейін үйренетін боламыз сандар арқылы. Ал бастайық. Мен айтып отырамын сандарды. Міне, бірінші 5-ші пернеге барамыз. Сұқ саусақпен. Міне, қағысы қиындау. Міне, мұндай қағыс. Міне, 5-ші перне төмен, сұқ саусақпен. Сосын мына 3-ші саусақпен 1, 2, 3, мына 3-ші саусақпен 8-ші пернені басамыз жоғарыға бас бармақпен. Сосын 7-ші перне 2-ші саусақпен. Мына бас бармақ көтерілгенде мына сұқ саусақ қалып қояды. Мына жерде тұрады яғни. Сосын барып жоғарыға көтереміз. Сонда былай болды. Төмен 8-ші перне жоғары, сол кезде қалып қояды да мына саусақ. Сосын 7-ші пернені басқан кезде былай жүреді. Үшеуі бірге қосылып тартылады. Міне. Түсінікті ғой, а? Үшеуі бірге. Дәл осы қағыс әр қарайда жалғасады. Енді тағы соны қайталаймыз. Қиындау қағыс негізі міне. Бірінші қағысты үйреніп аласыздар, сосын міне осылай қағуды төмен, сосын бас бармақ көтеріледі, сосын барып сұқ саусақ. Қол сәл бүгіліп тұрады жартылай. Қолды сәл бүгеміз, сосын төмен, жоғары, жоғары. Түсінікті ғой, а? 2 рет сонда бұл. Міне басынан. Сонда мынадай әуен шығады. Түсінікті, я? Сосын 5-ші пернеге барамыз, төменге, кәдімгі қағыс. Сосын 2-ші саусақпен 7-ші перне жоғарыға. Екеуі бірге. Сосын мына қай саусақпен басып атырық, сол да маңызды. Міне, енді барлығын қосайық басынан. Міне, бітті. Дәл осыны тағы қайталаймыз. Міне, алғашқы бөлік бітті. Әр қарай жылжиық. 7-ші пернеге барамыз, сұқ саусақпен. Төменге жаңағыдай қағыс. 10-ші перне 4-ші саусақпен жоғарыға. Сосын 8-ші перне жоғарыға мына сұқ саусақпен. Үшеуі бірге. Жаңағыдай сияқты ғой. Тағы да. Сосын 7-ші перне төмен, 8-ші перне жоғары. Қосамыз енді барлығын. Дәл осыны тағы қайталау. Міне, бірінші жол бітті. Енді басынан бастап бір жолын тартып көрсетейін, е? Ал кеттік. Қатты тез тартпай қойыңыздар, басында қиын болуы мүмкін, үйреніп кеткенше. Енді әр қарай 2-ші жол дәл жаңағыдай формада жүреді, дәл жаңағыдай, тек сандар бөлек. 8-ші пернеге барамыз, төмен, 12-ші перне, 4-ші саусақпен жоғарыға, сосын 10-ші перне, сұқ саусақпен жоғарыға. Үшеуі бірге. Қайталау. Мына жерде сәл өзгеше, сосын 8-ші пернеге барамыз, төмен, сосын 7-ші перне жоғары.
қай саусақпен басатын мына қарап жазып алыңыздар мен басқанда. Әйтпесе ұмытып қаласыздар. Ал жалғастырайық. Сосын 10 перне 8 7 төмен 8 жоғарыға. Енді қосайық барлығын. Міне. Түсінікті қоя. Қайттан көрсең 8 перне төмен 12 жоғары 10 жоғары шөбірге тағы да 8 7 сосын 18 төмен жоғары сосын 7 8 төмен жоғары қосылған кезде бұлай болды. Міне. Енді әрі қарай қайталау сияқты. Енді басынан осы жерге дейін тартайын тағы да. Әрі қарай. Әрі қарай тура соны қайталау, сонда 2 рет тартасыздар. Міне алғашқы бөлігі бітті. Түсінікті қоя, сонда міне сызықтың алдынан саусақтың ұшымен басасыздар, жақсылап. Сосын асықпай үйренесіздер, міне асықпай тартып. Мынаға қиын болуы мүмкін, басында асықпай тартыңыздар. Мен қолым үйренгесін оңай қағып отырмын. Мына жинақы болады, 3 саусақ. Міне. Қол түзу болу керек. Бір қалыпты түзу болады қолға мән беріңіздер. Басынан бастап бір рет асықпай тартайын. Қайталаймыз. Міне осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Ал кім үйреніп алды, комментарийге жазыңыздар, төменге. Түсінікті болса, сұрақтарыңыз болса жазыңыздар. Қай жері түсініксіз, барынша көрсеттім. Сандық нотасы қажет болса, төменге жазыңыздар. Әрі қарай тағы шығаратын болам. Баршаңызға сәттілік. Каналға жазылып қойыңыздар, сол кезде сабақ шығып тұратын болады. Ал сау саламатта болыңыздар.